Қайырлы таң, достар. Алла берекеңізді арттырып қойсын. Бүгін жұмада тілеген тілек дуаларыңызды Алла қабыл етсін. Әр бастаған істеріңіз оңынан, қайырлы берекесімен болсын деп тілеймін. Сабақтан алған 3 ой түйінім. Біріншіден, кез келген қарым-қатынаста, кез келген ситуацияда адам сабырлы болу керек. Екінші түйген ойым, өз жауапкершілігін алған адам, өзін толық таныған адам, ол ешқашан ренжімейді, және де кез келген ситуацияда ол кісі проблеманы мүмкіндік деп қабылдайды. Ал үшіншіден, қарым-қатынасқа байланысты, әйел адам үйдің ұйытқысы.